Тоқаш осы бай. Сірмей ақ қаш. Көкшетаудан шықтық. Алда 90 километр. Міне мынау кісі. Сәлем айтып қойыңыз, тағы да біледі. Артық етпейді. Бірақ жолға қарап отырыңыз. Міне біздің заттарымыз. Мынау заттарды мен қаншама жыл бойы жинағам. Бұл жерде менің заттым мынау міне. Мынау менің курткам. Қалған заттың барлығы менікі емес. Міне мынау заттар ғой. Дайындық енді. Страшно. Мынау жол. Біз Зеренді ауданына келдік. Шамамен қанша километр негізі? 40-50 болады, Көкшетаудан. Көкшетаудан 50 километр жүр. Ары қарай қанша дедің? Балқашинаға. Ары қарай 120 қалды ғой. Ары қарай 120 километрдей қалды деді. Қазір мына жерден заправка жасаймыз тағы да. Мынау Зеренді ауданы. Бұл жердің табиғаты өте керемет негізінде. Бірақ та біз қазір бұл жақта кіре алмаймыз. Тек қана жолмен былай қарай кетеміз. Мына жерден қазір бізге дизель керек. Дизель не үшін керек еді? Дизель автономкаға керек. Автономкаға керек дейді. Міне бала бәрін біліп отыр. Не керек сендерге осыдан басқа? Планета деген заправканы салып берген міне. Не керек? Ойбаны. Мына жерде помню ағаш сататын жер бар еді ғой. Зеренді ауданы. Осы жаққа келетін едік. Барады. Мына жерден білесің ба, не такси күткенде сен барып едің? Қайнар өкіліміз бар ғой, не Зеренді неден шықтық қой? Талапамен ба? Иә, Талапамен. Мен тұрып такси тоқтатам, машина тоқтамайды. Қайнар кетіп қалды ғой. Мен сенің қасында машина тоқтамайды дейді. Мына жерге машина тоқтайды ғой. Бөлініп кеттік қой, ұрысып еще қырғын болып. Нұрбек бар. Бүкілінің басы ауырып кеткен ғой. Сонда келеді. Қазақ ойлға реклама жасайын мен. Возможно, маған бір ақша беріп қуатын шығар. Қазақ ойлдан заправка жасаңыздар деп қоясың ғой. Бәрі мен қазір бүйтіп түсіретін болсам, менің видеом слишком ұзақ болып кетеді. Қазір байқамай түсіріп тастайсың ше. Қарасаң, сон бір нәрсе видео болып кетеді ғой. Біз Зерендіден солярка алып шықтық. Балқашинаға қарай. Мен түнде ұйықтамағам. Әдемі ғой. Алдырамыз. Қоямыз, дұрыстап жүре, жол жаман. Мен түнде ұйықтамағам, сондықтан қазір ұйықтайын деп тұрмын примерно. Оянғаннан кейін жолды көрсетіп примерно түсіретін боламын. Жаңа негізінде болып кеткеніміз не істегенбіз кішкене сұхбаттасып подкаст болған, балықтар туралы былай сол моментте кішкене камераға түспей қалған екен. Қазір ұйықтап алайын, жақсырақ миымды демалдырып алайын. Потом оянғаннан кейін міндетті түрде түсіретін боламын. Балықтар, жалпы балықтардың пайда болу тарихы, сулар, судың астындағы әлем, соның барлығын бізге Вовка айтып беретін болады. Сондықтан бізден алыстамай, видеоны өткізбей, соңына дейін көріңіздер. Алда қызықтың барлығы алып табылады. Еще бұл видеоға айтпақшы не табу керек. Атау ше анандай, чтобы привлекать ететін ше адамдар. Ондай көп болды. Не мысалы, в этом озере кишит рыбы деп жазасың. Емес. Бүйтіп жазасың. Детский казах поехал на рыбалку и поймал там много рыб или қалай болады. Типа андай сондай видеолар тұрады. Да, мега фраза отыр ғой. Детский казах бір нәрсе в Турции, бір нәрсе оскорбил казаха и получил в ответ бір нәрсе деген андай видеолар ше, андай провокационный видеолар ше. Сондай сияқты. Либо анау бар, өзбек жоқ иә, типа қазақ, орыс, өзбек, короче, анекдот қой, балыққа барды. Анекдот қой. Ну, бір сондай бір андай атқа керек. Сол атты ойлану керек. Қазір еще ұйықтап алу керек примерно. Қанша километр едіңіз? 100 қалды ғой. 100 километр ғой. Жол жақсы ба негізі? Жол жақсы. Жол жақсы болса бұл жолда. Балқашинаға дейін. Балқашинаға дейін. Балқашинаға неше километр? 80 километр. Ары қарай 20 ғана ба? Жоқ, ары қарай. Жоқ, ол емес енді.
ұстап отырсың. Еш информация бермейсің сен. Қайтесің, әдепек Жарайды, жетеміз, бара тұрып қой тұр, жол алыс екен, как будто бір 130 болса бармай қоятын сияқтымыз ше. В любом случае бұйыртса барайын деп тұрып. Так что тағы да мына нелерді батареясын жаңағы үнемдеу керек, айтатын сөздерді үнемдеу керек. Уже бізге барып істейтін жұмыстарымыз бар өте алда ше. Міне знак қой мынау ше. Мынау точно знак қой. Так что иә, қазір видеоны осы жерден тоқтатамын, жолда мен ұйықтаймын короче. Мен ұйықтайын деп жатқан едім, мына жігіт мені ұйықтатпады. Мына жақтың табиғаты шамамен, қазір менің объективім бұл сұлулықты бере алмайды. Бірақ табиғат негізі өте керемет, жан жақтың бәрі. Шырша, қарағай деген ағаштар бар. Мынау Сандықтау деген өлке. Ана жақтарда аналар сол Сандықтау шығар. Сандықтауға кірдік. Мен әлі ұйықтаған жоқпын. Түсіріш Сандықтауды. Түсіріш. Ар жаққа барып ұйықтаймын, ұйықтамаса палаткаға. Так что маған мына жерде ұйықтаған өте выгодно да, по идее. Мешіт екен, машалла. Жас дәурен 2-ге барамыз. Мына жерде типа курортный не сияқты қойды ма? Не мына жерде? Жас дәурен 2 дейді. Лагерь мынау нәрсе шығар. Сандықтау ма сонда? Сандықтау ауыл екен ғой. Не деп жүр? Айыртау жолда ма? Айыртау? Жоқ. Айыртау Елендікі жақтан. Елендікі жақта. Айыртау жақтың табиғат әдемі тоже. Сандықтаудан көріп отқан менің көрермендерім болса, лайк басып қойыңыздар деп қоясыз ғой. Прикинь, Сандықтауда біреу көрсе. Сандықтау деп маған тек жазу керек, сол кезде Сандықтау көреді. Сандықтаудың адамдары болса комментарияға жазып қойыңыздар. Сіздердің ауылдарыңызға тағы да келетін боламын міндетті түрде. Сіздердің ауылдарыңызға түсіретін боламыз. Иә? Обязательно. Иә. Так что біз әлі жеткен жоқпыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Жол шамамен осылай. Жол негізі жақсы, негізі тамаша. Тегіс, ешқандай проблема жоқ. Жалғыз етуге болмайды. Алдағы адамдардың барлығы балыққа баратыр ма деген бізде сұрақ бар. Осындай. Жоқ, мына жер өте керемет болып тұр, мен білмеймін қалай. Мен телефонға түсіріп отырмын. Қалай камерамды енді бере аламын деген ойда отырмын. Бірақ бере алмай тұрмын. Абайдан жүре. Ұстап жүріңдер. Заң бұзбаңдар. Заңға бағыныңдар. Мен ұйықтау керек, мен қуалап неше түрлі әңгіме айтып отырмын. Қып кеттім ғой. Мына кісі түсіре салыңызшы видеоға. Мына водитель, машинаның водительдері менің видеомды көріп отырсаңыздар, астына комментарияға жазып кетіңіздер. Ұйықтаймын, болды ұйықтадым мен. Біз жолдамыз, мынау көрініс маған өте ұнап кетті. Әлі көчік алмай қалды. Мен әлі ұйықтаған жоқпын. Жол бойы қарағай ағашы әдемі бір көрініс беріп тұр екен. Сондықтан осы жерде маған түсіру керек болды. Жол өте тамаша. Маған ұнап жатыр. Ар жаққа барғанда маған бір жарты сағат, 1 сағат ұйықтайтындай мүмкіндік болады еді негізінде. Сол мүмкіндікті пайдаланып ұйықтап аламын. Әзірге осылай. Әзірге жол. Тек қана жол. Мынандай әдемі ағаштар өсіп тұр. Тамаша ғой мынау әдемі ағаштар. Демаласың да реально. Оны көрген кезде демалады да. Мынау құлақ қол. Менің аяқ киім. Мынау менің аяқ киім. Мынау біздің жол. Славады запаш. Мынау Влогы ешкім көрмейді, осы реально айтамын. Мынау не? Селектор передач. Селектор передач. Жоқ, ой, емес. Аты ғой, білмейсің ғой. Мынау ручникті білемін мен. Мынау магнитофон. Коробка ғой. Солай ғой, бұлақ таныстыру. Обзорға дұрыс қой. Ешкім көрмейді дейді. Давай, короче, 1000 просмотр жинать на видео. 1000 просмотр жинать, конечно. Конечно.
мың просмотр жинау қиын ғой, сен білесің бе? мен не дейді оны, ютубта шортстар 1000 Жоқ, шортс емес, именно видео кәдімгідей полноценно. 1000 жинайды деп ойлайсың ба? жинайды. Менің ана бір видеом самый жинағаны 1300 жинады әрі. Бір видеом 46 просмотр болып әлі тұр. Мен жинайды, сосын мен реклама жасаймын ғой. Болды ғой онда. Толық көріңіздер деп айтты. О, мына жерде қара. Қандай әдемі жер. Әдемі. Ну, жол жаман, конечно. Жол жаман, иә. Бірақ та, жолдың несі. Тема, иә. Вид өте әдемі ғой. Шикардос қой мынау. Мен еще шикардос тұрған үндемеші, сөйлемеші. Бұны да инстаграмға кесіп салу керек, адамдарды қызықтырып. Жаным-ай. Қандай әдемі. Қанша түсірмейін десем де, мына жақтың табиғаты мені. Түсірші мені деп тұр, оның табиғаты. Мына кісі машинасының терезесінде жумаған дұрыс, камера дұрыс емес, үшін мына жақтың. Минимально беріп жатыр қой, әдемілік ше. Минимально беріп жатыр қой. Әйтпесе мына табиғат. Ойбай, мына ағаштар деген айта алмаймын, мына жерде тұрмаған. Прям керемет болып тұр ше. Түсіру керек енді осыны. Қазір жетеміз бұйыртса, жеткен кезде тағы да. Ар жаққа барған кезде жақсы нелер бар ма тоже, локациялар? Таулар ғой. Таулар ма? Көлдің жан жағы ағаш жоқ шығар? Ағашы бар ма? Жоқ, екі жақтан тау тұр ғой. Ағаш көрмегелі көп болды да. Ана жол кәдімгі тұман болып отыр негізі. Біз ақыры жүріп келдік. Міне анау көл. Мұнда тағы да адамдар келіп жатыр негізінде. Бұл жаққа мен түсінуім бойынша, енді білмеймін ғой. Бірінші балыққа шығуым. Түнде келетін сияқты адамдар көбінесе. Бірақ та қазір мынау кезінен анық қанығын сұраймыз ғой. Тамам, Көкшетаудың балықшылары міне. Алтын тау балықшыларымыз ғой. Алтын таудың балықшылары міне. Экипировка страшный ғой, ойбай, дайындық деген айта алмаймын. Не дейді? Удачи деп айта ма? Не деп айтады? Удачи, ештеңе айтпа. Қош? Болды, қош. Мен білмеймін просто, мен сразу айтып қойсыр ғой. Міне, да? Болды. Ештеңе айтпа қош, осы бай. Сілмей қош. Мынау кісінің экипировкалары міне. Мен қазір аяқ киім киіп аламын мына жерден. Біздің мына заттарды қазір Вовка түсіретін болады, мен қалай түсіретін маған көрсететін болады, барлығын мен видеоға түсіріп отырамын. Аржаққа тасу керек болады бұларды. Давай мен, брат, видеоға түсіріп, блогқа видео. Благое дело, да, брат? Популяризация. Қош, конкуренция может. Конкуренция дейсің. Керек емес па? Артық рыбак керек емес па? Ол қазір буднийді. Мен уже тұра алмадық қой мына жерге келіп. Мына жерде бәрін. Олар псевдо рыбактар ба, псевдо? Аха. Қойш. Татамын. Ача адамдар бәрі рыбак болып келген ма? Так, мен қазір аяқ киімімді остыр болайын. Бірақ ішем үйреніп келеді, альбомда. Так, мына заттарды қазір реттеп ар жаққа қою керек болады. Жақсы бір орын табу керек. Солай. Бізде қазір мынау кісі айтып отыр, ана жаққа бару керек дейді, ана алыс жаққа жаяу бару керек, мына заттар алып, анау кісілердің заттары примерно. Мына жерде машина өте аламас, оны қазір тексеретін боламыз, қарап ше. Егер мынау машина өтсе, онда біз де өтіп кетеміз. Заттарды ана шанамен тасымаймыз ғой. Мына жерде балықшылар ана жақта, міне палаткалармен машиналар тұр. Мынау кісі өте алады ма қазір? Өте алмайды ма, көреміз. Тек ар жаққа барамыз. Осы заттарды шамамен түсірдік. Қазір көреміз. Не істеймін? Мынау машина өтіп кетті. Мен мына жігіт өтем деп тұр ғой, примерно. Өте аласыз ба сіз? Өтесіз ба? Өтем деп тұр қазір. Ар жаққа қарай. Көлдің беті ғой, получается. Мына жақта адамдардың бәрі. Барам. Кетіп па? Өтеміз ба? Конечно. Жаңа заттарды шығармай тұра тұр еді, пысықсың. Пысықсың ғой бар ғой. Пысықсың ғой деймін. Пысықсың ғой деймін слишком. Маған шығарып қойған әдемі реттеп шығарып қойған заттарымды енді
Қайтадан кіргізуге тура келеді. Кім білген. Давай видеоға түсіріп тұрайын мен, брат. Все, маған ұрсып отырмын, маған кеттім, короче. Біздің жігіт келе жатыр қазір. Мына жерден өттіндіт. Видеоға түсірген кезде тұрып қалмашы әйтеуір. Бисмилля. Ал, бисмилля. Ой, мынау. Негізі өте қорқынышты мына жерден ше. Еске қойып өте. Бірақ анау алдымыздан бір машина өтіп кетті ғой. Содан кейін сенімді тұмызы. Тоссашы! Мынау. Мындай жолпын. Күтпейсің ба? Қалай? Қалай? Қош. Ана кісі видеоны көрсе ұят болмасын, какой-то Нексия дегенді. Мен ештеңе кешпеймін ма, брат? Сен жүр о жаққа менде. Міне. Мына жолмен кеттік, короче. Кеттік. Қызық. Вообще керемет болды ғой, Қош. Жақсы болды негізі? Жақсы болды ғой. Жақсы күшті точкаға барамыз ба? Бағана аналар айтқан ба? Иә. Құпия точкаға барамыз дейді. Ал, кеттік. Біз қазір көлдің бетімен келе жатырмыз. Шамамен көлдің тереңдігі 12 метр дейді. Сонда жерге барамыз. Мынау жігіттер былай келіп орналасып жатыр. Енді келе жатыр. Негізі түнде келеді екен бұл жерге. Біз қазір локация қарап отырмыз. Локацияны таңдаудың өзі бір үлкен шаруа деп отыр ғой кәдімгідей ше. Бұл бәрі серьезно бұл жерде ше. Ойнап жүрген ешкім жоқ. Қазір жақсы бір балықты седау деген жермен ойланып жатырмыз. Соны біздің көршілеріміз ғой. Палаткалар жақсы екен. Ана палаткасы кім екен? Мына жақта трещина ғой, жаңа жаққа бара алмаймыз. Қойш. Мен осы жерде отыру керек қой жерде. Далада плюс 2 градус негізінде ше мен қорқып тұрмын. Таксер қорықпай көлдің бетінде. Жей. Өтпеші. Бізге қар керекті ше. Неге? Мен бетті осы жерде отырмын ғой. Осы жерге орналасамыз дейді Басекең. Мен басым мына кісі ғой. Так, заттарды түсіру керек енді. Осында отырамыз әлетші тағы да ойланасың ба? Осында отырамыз. Карта примерно жақындады ма, ана? Жоқ, әлі қайда? Олар білмейді ғой, бірақ мына жерде трещина ғой. Қойш. Қалай өткен олар. Ол примерно осы жерде осыған дейін жетті ғой примерно. Мен солай білеймін. Основной қалай осы жерде отырады сізді. Кеттік, смело. Все, болды, кеттік. Деп отыр ғой, ойбай. Қайтадан заттарды түсіру керек, қайтадан орналастыру керек. Ну, заттарды мына жерге сразу орната берсе болады ғой, палатканы. Конечно. Болды. Біз заттардың барлығын түсіріп болдық. Мына біздің заттарымыз қазір осы жерге палатканы орнататын боламыз. Қазір мына кісі бұрғының басын ауыстырып жатыр. Бірінші қазып көріп аламыз жерлерді. Қазып көріп, сол жерге палатканы орнатамыз, потом, қай жер нормально. Қол қоямыз да. Сосын қазамыз да. Үстіне палатка қоямыз. Возможно, бір қазған жерге отырмауымыз мүмкін, дұрыс болмаса. Жоқ, отырамыз ғой. Қош? Конечно. Неше не қазамыз, отвести қазамыз? 4 отвести ғой. Сен мынаған, сосын нелер, отвестиялы нелер келе ма мынаған? Келтіре аласың ба? Конечно. Все, болды, байқа. Байқа деп қоясың ол кісілерге. Не? Так, процессті кішкене кішігірім түсіріп жүрген. Комментировать етіп отырсаңыз да болады негізінде. Мына борды қанша уақытқа шыдайды, неге ауыстырдың? Борды неге ауыстырдың? Уже жүзі кетпей ма? Мына бір ножницы қалып мен қазір. Мұзға сынып тұрмай сонда, мұзға чисто істегенге. Қойып ма? Қойш.
Текс. Мына заттар. Мына жерде көрсетіп жүрген примерно. Обзор жасап жүрген заттарымызға. Обзор дегенде обычный заттар. По идее. Здесь палатка. Мынау не ғой? А не, брат? Пеш па? Пеш? Жоқ, мынау балық салатын сумка. Осы ма балық салатын? Маған салмайсың не балықты? Ана заттар ғой сумка. Қош. Балық салатын сумка бар екен арнайы. Әзірге осылай. Қазір тағы да көрсетеміз. Қызықтың бәрі алда. Каналымыздан алыстамаңыз. Әне кетті. Не болды? Шұрып поверхін деріс кеді ғой. Неге алынбай өтті? Сіз бәрін біліп отырсыз ғой. Ты же сказал, что шаришь в этой теме. Батарейка ты салмайсың ба должен? Ё-моё. Салдым ғой, брат. Салмадың ба? Не. Давай. Болды қою процесін қазір видеоға түсіріп көрсетемін сіздерге. Давай, пол қойыңыз. Слушай, шұрпырап сынып қалды дейді, ё-моё. Қолмен айналдырып салшы едік қой. Қолмен тесіп салшы едік қой. Қолмен? Иә. Қолмен. Я айтпай қойын. Жоқ, менде не жоқ, цензура жоқ. Айта беріңіз. YouTube месе забанить етсемесе, бірақ боқтамашы YouTube забанить етсе. Біз әрең жүрген кезде. Так, ештеңе жоқ қой? Өшір, давай, не, білейін ба саған штатив? Штатив па? Иә. Штатив зачем маған? Ты маған көмек керек потому что. Қазір көмектесем ғой, брат? Давай, штативті. Қазір штативке қойым видеоны. Штативпен қарайтын болса, достар. Каналдан алыстамаңыздар. Так, біз заттардың барлығын орналастырып болдық. Не күлесің? Мынау атам, мынау апам. Светті ұмытып кеткен ғой маған. Прожектор ұмытып кетіпті. Өзінше. Маған бір нәрсе дейші. Безответственный адам екен кішкене. Мынау жан жағын қармен айналдырып тастадық. Кейін мына жер. Кейін тағы да бір отверстие жасадық саңылау. Ол мына жер қазір мынаның несен әсерінен мына жерде сулар ериді ғой. Сол сулар мына жаққа бүйтіп ағатта. Сондай не жасалмас екен. Және мына жерде бір отверстие бар. Кішкентай және көрінді қой. Ол жерде не болады? Электричество. Жарық балықтарға ше. Может балықтардың несін алып аламыз? Балықтардың несін алып аламыз жарығын? Жоқ, ол болмайды. Болмай ма? Так, балықтардың жарығын алуға болмайды дейді. Так. Қазір мына жерге аяқтың шешіп осында кіреміз, орналасамыз. Ол жақта блокқа отырады, мына жақта мен отырамын деп айтты. Осында орналасамыз қазір. Қанша 10 литр ма? Бак па? Иә. Бак 5 литр. 5 литр сжигать ете ма? Смело бір түн іші. Смело іште ма? Ну, автономка ғой, Міне, автономка. Дұрыс па барлығы? Ұмытқан заттарын соғана ма? Соғана сияқты ғой. Соғана сияқты ғой дегенің апасына ғой сен. Сен маған сүйден. Міне. Осылай жағдай, қысқаша жағдай осындай. Мына орындықтар ғой, орындықтар сияу ма, что-то үлкен сияқты ұстатқан қарасың. Қазір мен заттарды кіргізіп жіберейін, көмектесіп. Орналасқаннан кейін тағы да түсіретін боламын. Мына ішін жинау керек. Мынау біздің. Жоқ, айта. Менде цензура жоқ қой, мен как кесіп түсірем ғой. Біздің көршілердің палаткасы орналасқан.
мына жақта. Мынау біздің палатка мына жақта. Бізде жаңа мынау Вовка нені ұмытып кеткен ғой? Прожектор ұмытып кеткен ғой палатканың үстіне. Содан көршілерден келіп алып жатырмыз. Көршілер келіп орналасыпты. Осындай. Кешіріңіз. Алыс жүр десейші. Аман сау кетейікші. Сөйтіп тұрайын ба? Адамдар келіп жатыр бүгінде. Ақырын адамдар келіп жатыр. Қазір күн батқаннан кейін қазақтың бәрі басылады деп жатыр ғой, білмеймін. Мынау мұз. Тереңдігі, қалыңдығы 1 метрдей болатын шығар. Мынау мұнда конькимен келу керек қой негізінде ше. Мына конькимен келу керек қалды. Кеттік па? Кетті. Рахмет. Все, осынамыз ба, хабардамыз. Бір зат керек болса айтасыздар. Ау? Все, рахмет. Дрифт жасап отыр. Давай, өзің дрифт жасап отыр. Ассалаумағалейкум достар, менің жаңа телефонның памяті толып қалды да, сонымен мынау жігітке видеолардың барлығын жүріп қайтадан мына жерге видеоға қосып жатырмын. Мына жерде көп моменттар негізі видеоға түспей қалды. Ас болсын бізде ауызға шарғасы. Көп заттар түспей қалды, только мына удочканы ғана біз қазір құрастырдық. Мен кішкене жарты сағат ұйықтадым, мынау бірақ та ұйықтатпады мені. Сонымен ауызға шарға отырып, енді ауызға шардан кейін жаңағы бір удочканы құрастырамыз. Содан кейін балық аулау процесін көрсететін боламын қысқаша видео түсетін боламын енді, өйткені не аталайды, память жоқ телефонда. Я телефон несі бар деген сияқты ғой. Оның бәрі сіздер оңай деп ойламаңыздар, оның барлығы еңбек. Сондықтан лайк басыңыздар. Дені түсіріп қой міне. Түсірсейші мен. Біздің ауызға шарымыз үлгермей қалдық. Ауызға шарға негізінде жақсылап дайындалып, мына жерде тамақ бір анау-мынау ыстық тамақ жасайық дегенбіз. Бірақ та уақыттың тығыздығына байланысты ондай мүмкіндіктерден айырылып отырмыз. Бірақ та шүкір, қазір тамақтарды жейтін боламыз. Сол сіздер егерде видео көріп отырған кезде тамақ ішіп отырсаңыздар, сіздердің де астарыңыз дәмді болсын. Қазір толығырақ тамаққа тойып алғаннан кейін балықтың жалпы балық туралы, балық аулау туралы толықтай материал жариялайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бізде мұнда күн батты. Байқасаңыздар, мына жерлерде міне мыналардың барлығы палатка. Мына біздің палатка. Ана жақтардың барлығы мына көлдің бетіне палатка. Мына палаткадан кіргендегі көрінісіміз. Былай қарай отырмыз. Осындай. Шайымызды ішіп алдық, аузымызды ашып алдық. Енді балық аулауға кірсеміз. Бисмилля. Поклевка болып прямой эфирде алып шыққан деген. Қош, сондай жақсы негізі. Так, сыртта ештеңе жоқ, алып шығатын, О, менің немді істей бер, удочкамды ше. Істеп өзің. Так, біз міне бастадық балық аулау процесін. Маған толықтай көрсетіп отыр. Өкінішке орай телефонның памяті қайта толып қиын болып тұршы жағдай ше. Так что, егерде видео үзіліп қалатын болса, соңы болмай қалатын болса, сіздерден кешірім сұраймын. Алдағы уақытта егерде видео қысып болса, толығырақ дайындалып тұрып, памятьте бүкіл батарейкасын, аккумуляторын дұрыстап дайындап барып, сондай бір видео түсіретін боламын. Бүгін кішкене шамалы асығыс болғаннан кейін сондай кішкене қасиеттарыңыз болып қалды, кешірім сұраймыз. Міне осылай палатканың ішкі көрінісі. Соңынан қарай болмаса көрсем қанша балық аулағанымды. Маған 2 килограмм балық ауласаң красавчик болсын деді ғой. 3 килограмм балық ауласаң сен қолымды сүйем деп айтты, руку поцелуй деді ғой. Так что қазір маған удачи деп қойыңыздар. Удачи деп айтуға болмайды деді ғой ана жігіт айтты. Неге? Неме байланысты ол? Сондай рыбактың приметасы ғой. Қош. Өтірік бірақ не өзі. Аха.
көбісі соған. Қойш. Сосын қандай примета бар тағы да? Ол көп. Қойш. Примерно. Балыққа мысалы балық алуға болмайды собой. Собой балық алып келуге болмайды. Сіз өзіңіз ұстанатын примета бар ма? Я прямой шли кетті. Зачем бізге примета? Әне. Рипусқа ұқсамайды. Қандай балықтың аты мен ұмытып қалдым. Балықтардың атын да білмеймін. Рипус деген балық алатынымыз өте не балық дейді. Түрі кішкентай болғанмен өте сирек кездесетін сияқты балық бар, сондай түсінбедім. Рипус емес, окунь сияқты. Окунь сияқты дейді. Мына жерде рипустар аулақ, мына жігіттің аулаған балықтары бар. Көрсетеміз. Кішкентай ғой. Тұрайсың видеомен, тұрайсың. Не болып? Үстпек қой, ят болады. Ешет. Мына сіз замокпен бұрып тұрсаңыз ба не? Иә. Міне, ондай. Ондай балықтар. Мынау тірі екен. Осындай жағдай. Жақсы, мен онда видеомды өшіріп, қазір балық аулауға кірсем, соңына қарай қанша балық аулағанымды көрсететін боламын сіздерге. Мен өмірімдегі бірінші балық міне ұстағанша. Қандайды? Қандай балық деді? Рипус. Рипус деген балық екен, ойбой. Маған ұстадық қой жаңа, бір 15-20 минут оттық қой. 2-3 рет клевать етіп, поклевать етіп деген не дейді өзі. Қиын екен, ерік кетіп қалды. Міне. Сөздері бір түрлі іздейші. Алам, түсіріп. Қайда қашып бара жатсың, ол деп сектен. Просто балықтың иісін алмайды ма? Иісін алмайды? Так, мына оран ба? Иә. Бастан? Иә. Бисмилля. Болды. Все, ассалаумағалейкум. Міне, бірінші алтын еді. Қалай? Ал, жүз сосын қашы. Ана, ойнап тұр. Контрольный. Болды. Фу, қолымдан. Осылай бірінші балық енді. Енді 19 балық ұстау керек. 24 балық ұстау керек. Все, давай. Түсіріп атсың ба? 11. Қойшы, память толыққан жоқ па? Жоқ. Кетші? 11. 17. 20. 25 теңсің. 20. 22. 25. 30. Еркексің ғой. Че там? Кім қанша ұстады бағана? Мен кісі Чуть-чуть. 36. Хорош. Нормально? Конечно. Ескі ғой. Да, Каспиге бір 10 мың теңге салып жүресің ғой. Рахмет от души деп. Да, шығын 10 мың теңге салсам саған. Учишь что, идешь?